Бейнероликтің тұрақты демеушісі OneX компаниясы жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету сервисі тек сол жерде. Төмендегі сілтемемен өтіп арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, сіздерді ақшалай бонустар күтеді. OneX сілтемесі төменде. Ливерпуль кезекті футболшыларын жоғалтуда. Бартомеу Барселонаның президенті қызметінен кетті. Мадридтік Реалдың киім ауыстыру бөлмесіндегі атмосферасы нашарлай түсті. Осы және де өзге де қызықты жаңалықтар топтамасы дәл осы бейнероликте. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Чемпиондар лигасының топтық кезеңінің екінші тур аясындағы стамбулдық Башакшехир ПСЖ ойынында бразилиялық форвард Неймар ауыр жарақат алып, ойынды небәрі 26 минутте тоқтатып, Пабло Сарабиямен алмасты. Футболшының айығу мерзімі әлі де белгісіз. Еске салсақ, дәл сол ойында париждіктер алаң иелерін 0-2 есебімен тізе бүктірді. Лионель Месси ағымдағы маусымда соққан 4 голынан барлығын 11 метрлік пенальтиден соқты. Біріншісін Аргентина Эквадор ойынында соқса, қалған үшеуін Вильяреал, Ференсвара және Ювентус қақпасына соқты. Роналдуды пеналду дейтіндер бүгін көрінбейді ғой. Роналду демекші, португалдық футболшыға қатысты кезекті инсайтқа келсек, соңғы мәрте тапсырып оң нәтиже көрсеткен сараптама нәтижесінен кейін ойыншы сараптаманы үлкен сынға алды. Футболшының сөзінше ол өзін өте жақсы сезінеді. Ал Инстаграмдағы COVID-19-ға қатысты белгісіз посттың комментарийінде ПЦР бұл толған ақмақтық деген пікірін қалдырды. Чемпиондар лигасының екінші тур аясындағы Мюнхен Гладбахтық Боруссия және Мадридтік Реал арасындағы кездесу барысында Реал ойыншылары арасында аздаған түсініспестік орын алды. Үзіліс сәтінде Карим Бензема отандасы Ферлан Мендиге французшы Винисиусқа пас берме. Ол бізге қарсы ойнап жатыр деді. Еске салсақ, дәл сол кездесуде Реал 2-0 есебімен ұтылып жатып, ойынның соңына дейін нәтижені теңестіре білді. Эль Классиконы айтпағанда соңғы кездері Реал шынымен де өте нашар нәтижелер көрсетуде. Барселона жанкүйерлерінің қуанышына орай Хосеп Мария Бартомеу каталондық клубтың сапындағы президенттік өкілдігін тоқтатты. Испандық кәсіпкер бұл жөнінде 2-8 жеңілісінен кейін кеткенімде Барселона құрдымға кететін еді. Кім Мессиді клубта сақтап қалатын еді. Президент кеткеннен кейін оның орнына келетін уақытша атқарушы билік ештеңе жасай алмас еді. Олар не жаңа маусымға, не сайлауға, не бапкер тағайындауға, не болмаса қаржылық қиындықтарға байланысты туындаған мәселелерді шешіп жалақыларды қысқарта алмас еді. Біз оларды отқа тастап кете алмадық деді. Ла Лиганың президенті Хавьер Гомес Бартомеудің кеткені жөнінде ойымен бөлісті. Кезінде Барселонаның жеке пікірі, жеке философиясы болатын, бірақ соңғы 3 жыл олар Мадридтік Реалдан істерін қайталауда. Перес Бартомеудің қолбасшысы сияқты болды деді Ла Лига басшысы. Осыған қатысты пікірлеріңізді комментарийде күтемін. Митюландқа қарсы ойында Ливерпульдің футболшысы Фабиньо ауыр жарақат алып ұзақ уақытқа дейін алаңға оралмайтын болды. Юрген Клоптың енді бір ғана орталық жартылай қорғаушысы қалды. Ван Дейктің кеткені азды, енді Фабиньо жоқ. Мерсисайдықтардың қорғанысы енді 100%-ға әлсірейтін болды. Дәл сол Вирджил Ван Дейкпен соқтығысып қорғаушыға жарақат салған Джордан Пикфорд сол сәттен кейін өзін және отбасын қорғау үшін оққағарлар жалдады. Еске салсақ, Ван Дейктің жарақатынан кейін ағылшындық қақпашыға қастандықтар жасалмақ болды. Футболды жай ғана спорт немесе ойыннан артық көруге болады. Алайда солай екенде біреудің өміріне қастандық қылу ақмақтықтың ақмақтығы. Комментарийге пікірлеріңізді жазып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бейнероликке лайк басып, қолдау көрсете отырыңыздар. Арнамыздың Инстаграм желісіндегі парақшасына тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.